Бүгін сәуірдің 30-ы. Сабағымыздың тақырыбы заманауи көлік. Тема нашего урока современная машина. Дәптерге жазамыз. Пишем число и тему. Бүгін сен болашақтың көлігі туралы білесің. Қосымшаларды дұрыс жалғауды үйренесің. Қарапайым сөздер мен сөйлемдердің мағынасын түсінесің. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Новые слова. Заманауи. Заманауи. Обратите внимание, как пишется слово заманауи. Заманауи. Сапалы. Қуатталады. Қуатталады. Теперь, ребята, пишем тетрадь новые слова. Заманауи – современный. Сапалы – качественный. Қуатталады – заряжается. Мына адамдар естеріңде ме, балалар? Помните эти люди? Талғат аға, Төлеухан, Санжар, Азамат. Бұл адамдар 2070 жылға тап болды. Они попали в будущее. Енді балалар жалғасын оқиық, я? Давайте прочитаем данный диалог. Мынау қандай көлік? Ұшақ па, әлде машина ме? Пішіні өзге, дөңгелектері де ерекше. Это какая машина? Самолет или машина? Форма необычная, колесо тоже особенное. Бұл ұшатын машине. Баратын жерімізге 5 секундта жеткізеді. Өте ыңғайлы, жылдам және заманауи. Бұл машинелер тоқпен қуатталады. Өте сапалы, ең бастысы қауіпсіз. Это летающая машина. За 5 секунд довезет нас на место назначения. Очень удобно, быстро и современно. Эти машины заряжаются с электричеством. Очень высокое качество. Самое главное – это безопасно. Түсінікті балалар, енді бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтіннен қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді табамыз. Найдите слова, которые отвечают на вопрос «Қандай?», «Какой?». Енді балалар грамматикаға назар аударамыз. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерді сын, есім дейміз. Имя прилагательное. Және де бір зат пен екінші затты салыстыру үшін, чтобы сравнить две вещи, рақ, рек, жалғауларын жалғаймыз. Мы это проходили. Давайте вспомним, ребята. Сөздің соңғы әріпі, соңғы дыбысы, если в конце слова будет а, тогда окончание рак. Жаңарақ. Если в конце слова онда жалғау рек болады. Кішірек. Ал қалған жағдайда, в остальном случае, рак, рек болады. Рак, если слово звучит твердо, рек, если слово звучит мягко. Мысалы, салқынырақ, тереңірек, жаңарақ, кішірек, салқынырақ, тереңірек. Түсінікті ме, балалар? Енді екінші тапсырманы орындаймыз. Сөздерге рақ, рек, қосымшаларын жалғап жат. Таза, рақ, пайдалы, жылдам, мықты, қауіпті, ыңғайлы, жаңа,
Сәнді. Сәнді это модное. Ескі, сапалы. Өте жақсы. Енді үшінші тапсырма. Талғат ағаның көлігі мен Сұңғаттың көлігін салыстыр. Сравни. Талғат ағаның көлігі туралы жазамыз, ал мұнда Сұңғаттың көлігін жазамыз. Мысалы, например, Талғат ағаның көлігі ескірек, ал Сұңғаттың көлігі жаңарақ. Новые, жаңарақ. Ескірек, жаңарақ. Енді қалғанын өзіміз жазамыз. Остальное мы сами. Енді балалар, видеороликте берілген бірінші, екінші, үшінші тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.